гимн ойнаған кезде құрмет көрсетпей әшейін телефон шығып тұрған болады, Состоится собрание под руководством Чигана. Никто никуда не уезжает. Жалпы көреміз, кешірім сұрай ма, сұрамай ма? Адам көп мына жерде. Жаңа ағамызбен келдік. Ағамыз кәдімгідей түсіндіріп кетті. Мен ана кісілерге барып жаңағыны айттым, бірақ ол неге сапқа тұрады, қазір жабыққанда гимн ойнаса шығып әнұранмен бізде халық сияқты көтеріліп жүрекке қолын қойып халық сияқты тұрсын деп жабылған кезде гимн ойнамайды деді. Сосын өзіміз оған бір шара қолданамыз деді. Телефонды алған жоқ, бірақ өтірік сияқты сенбеймін мен. Сол халқым. Жоқ, менің ойыммен де о жерде таза қорламай-ақ ана саптан шығып кетсе болады ғой, енді масқара ғой енді ол. Оны оған ешкім нетіп жатқан жоқ енді. Әдейі мен Қазақстанды мойындамаймын дегендей, дүниежүзі мойындап тұр ғой енді, дүниежүзі мойындап тұр ғой енді. Біз әлі қанша ананың астына операцияда біз әлі барған жоқпыз ғой. Заңды түрде біз егеменді Қазақстанбыз. Енді Талғат ағайын шара қолданамыз деді ғой, жалпы енді соған сенейік. Жақсы, жақсы. Сенейік.